бетпенеңізді көрген кезде Мадина теріс қарап бұрылып кететіндей бетпене ма? Жоқ, ондай мағынада прям олай емес. Не дегенмен адам ашуланған кезде өзгереді. Ол тек қана менің ойым, менің көзқарасым. Басқа адам білмеймін қалай қарайтын. Жеке менің ойым, адам жынданғанда, ызаланғанда өзін басқаша ұстап, басқаша сөйлей бастайды. Артық сөйлей бастайды дегендей ғой. Сол себепті мен сондай кезде мен білмеймін, көргім келеді. Өзін қалай ұстайды, қандай болады, мен ол нәрсені көтере аламын ба, көтере алмаймын ба? Өйткені мен болашақта отбасы болған кезде ол нәрсе по-любому болатын нәрсе. Оған асықпасаңшы. Әр нәрсе өз уақытымен ғой енді. Жоқ, асығыстық емес, ол просто как бы алдын ала ойлау деп ойлаймын, білмеймін енді. Бірақ асығыстық емес ол мен үшін. Бауыржан мырза. Ау? Айтамама. Негізі тәтті жұптарымыздың бірі ғой бұл кісілер. Мадина, енді таныстықтағы кісілердің бірі болып есептеледі. Мадина бізде сондай нәзік, сезімтал қыздың қатарынан. Мысал, ұрсып қалсаңыздар, бұл тек қана фара деп андай көзбен қараса, сіз уже қоя салатын сияқтысыз ғой. Бір-бірлеріңіз тыңдап, сондай бар ғой араларыңызда. Енді негізі ұрыс болса, мысал, да, ертең ұрыс болып қалған жағдайда Мадина сізге ауыр сөз айтып қойса, немесе сіз оған ауыр сөз айтып қойсаңыз, одан кейін енді реніш болып орталарыңызда ертең өкінбейсіз ба? Сол ара қатынастарыңызға бір кедергісін тидірмей ма? Тегісі де қазір көрейік деп тұр ғой, соны ерте бастан түсінген бойынша. Енді кедергісі тимей ол жағын білмеймін. Білмеймін, ол нәрсе мен сіздерге дұрыс түсіндіре алмай жатырмын ба, білмеймін. Фара, ассалаумағалейкум. Фара, өзің жалпы былай андай, сен қызғаншақсың ба? Негізі жоқ. Вообще қызғанбайсың ба? Жоқ, тек қана орнымен. Мысалы деймін андай, егер Мадина осы арамызда бір қатысушы ер баламен құшақтасып тұрса, қалай ойлайсың? Ойың қандай сен жалпы? Енді ол кез келген дұрыс есі дұрыс еркек қызғанады деп ойлаймын. Ондай кез қызғанасың ғой, бірақ мен андай жоқ та, неге онымен тұрсын, неге онымен сөйлестің, неге оған күліп қарадың дейтіндер бар ғой. Мен ондай жоқ. Бәрімен сөйлесін, араласың, бәрінде құшақтасу ол бұлайда бір қызғанасың ғой. Ринат, сіз мысалға айтып отырсыз ба? Мысалға емес, мана бір Мадинаның біреумен құшақтасып тұрған байқап қалдым да. Мана бір жерде билеп жатқанда. Сіздің де көрмейтініңіз жоқ. Бір Мадинаның бір адаммен құшақтасып тұрғанын бар байқадым да. Соған өзінің ең қандай деп сұрағаным ғой. Мадина өзі айтар кімді құшақтағанын. Біздің андай ғой, Бауырсағаным, Бауыржан мырза, егер андай таныста жүрген қыз бала меніңше басқа ер баланы құшақтаған негізі ыңғайсыз сияқты. Мадина барып құшақтады ма? Мадинаны ма? Мен екеуі тұрып келіп Мадина бетіп құшақтап белінен ұстағандай болды ғой. Андай бір қыз бен жігіт тұрады ғой, сол ұқсап тұрды. Мадина ондай дүние болды ма? Иә, болды. Кіммен? Сатикпен, бірақ мен оны білесіздер ғой, бәріңіз ағам сияқты екенін. Бағана ана жерде құшақтасып тұрып едік қой. Ағатай деп қалайсыз деп ше. Сол кезде соны айтып жатыр да. Бір дүр қамшы бар ма, Бауыржан мырза? Мына бір Бүжай деген бір адамды сабасақ бір дұрыс болар еді негізі сол қамшымен. Бүгін достық күні татуласық. Бүгін татуласайық онда. Ондай болды ма, болмады ма? Жоқ, енді болғанда ол күнделікті болады, Бауыржан мырза. Қалай айтсақ болады. Енді 5-ші сезоннан бастап білесіздер, мен ағам деп сыйлайды. Мен өзім мужской солидарность дегенде Фархат ағам жақсы біледі. Мен де білемін ол нәрсені. Сол үшін мен қалай айтсам болады енді. Мадикошты бүйтіп құшақтасам, мен тек қана қарындасым деп бүйтіп құшақтағаным бар. Отбасын қалай аман есен ба деп кеше жылап қалған болатын. Сол нәрселерді біз ақылдасып несеп сөйлесіп тұрдық. Ол да маған кішкене бүйтіп еркелеп, сондай жақты ғана көрсетеді. Маған бір оның бір ойы бар, болмаса менің Мадинаға деген бір ойым бар деген нәрсені қою керек. Сосын Бүжай ондай нәрсені қою керек жалпы. Негізінде. Сен садиктің да. Ол дерт болады ертең өзіңізге, Бүжай. Не болады? Дерт болады, дерт. Қаныңызға сіңіп кетеді сондай нәрсе. Мәселе ол дерт емес. Мысалға Садорет былай ғой, егер таныста жүрген қыз болса, мысалы енді үміткері ештеңесі болмаса, разговор жоқ, онда құшақтауға болады. Просто данный момент ол да біреудің келін болатын қыз ғой. Мысалға ол Фарамен таныста жүр. Мен ондай өзім құптамаймын. Данный момент болғанда, данный момент, онда сіз Сержан мен Ақеркені солай құшақтамауыңыз керек еді. Осы қандай ортада қайбай болып білесіз ба? Мен ол жерде құшақтайын деп құшақтаған жоқпыз. Құшақтайын деп құшақтаған жоқсыз. Бірақ өзіңіз... Рахмет, достар, сабыр, болды. Ринаттың айтуы бойынша жалпы
қазір таныстықта жүр, құшақтаспасаңдаршы деген дүние. Мадинаның айтуы бойынша ағам деп жағдай сұрасын дейді. Саддәулет тіпті оны құшақтасқа есептеген жоқ, себебі 1 жыл болды, солай амандасамыз дейді. Фархат, сіз ше, қалай ойлайсыз? Доғарту керек па бұл дүниені, әлде сіз үшін де бәрі дұрыс па? Негізі шынымды айтсам, мен бұл жерде қатысушыларға ешкімге қызғанбаймын Мадинаны. Не дегенмен қатысушылар мен танитын, оларды танимын, араларындағы әңгімелердің бәрін білемін. Бүйтіп олай шынымен бір шын ниетпен ұнатып біреу Мадина құшақтайды деп ойламаймын. Сол себептен бұған Бауыржан айта кетейінші. Бұжай айтып жатырмын. Бұжайды айтамын да. Жаңа бір ұрысып көру керек еді дегенге бір шетін шығарып беремін деп ойлап қалды ғой деймін. Мына кісі негізі. Үйтіп құшақтасып, амандасып тұрған біз де көрдік. Біз айтып отқан жоқпыз ғой мына жерде. Олардың қандай мақсатта, қандай неде құшақтасып, амандасып, сөйтіп не істейтінін білеміз. Одан кейін біз оны ортаға шығармаймыз. Не үшін шығарып отырсың да әңгімені ортаға? Мысалы енді ал енді сенің өзің ақеркең бар ғой таныстықта. Иә? Осы жерде енді Әркімге бұл құшақтасақ не болады айтшы ал. әркімге мысал тауып береді өйстіп. Әркімге мысал тауып береді. Ернар, қысқа нұсқам. Қысқа нұсқа енді білмеймін, енді жай осы жерде бір айтады, сергек дегенге соны бір абырой қылбаған ғой деймін мен ше. Соны тиісетерекке тимесе бұтаққа айта береді сияқты. Мақта негізі Саддәулет пен Ақеркеде мысалы кейде енді аға, қарындас деп екеуі бірін құшақтаған кезде бұл Сержанға айтпайды негізі. Бірақ осы ортада не үшін айтып отқанын бір түсінбей отырық. Оны бір айтатындай бір дулықтыратындай мәселе емес деп ойлаймын. Оңтүстік Фархатта бәрін түсінемін деді, бәрі дұрыс деді. Дұрыс қой, таныстық. Таныстық жалғасады. Негізінде қызғанатындай нәрсе болып отқан жоқ. Бұл кісі айтып қойған маған қысқа кимесең болды деп ше. Қысқа кимей ұзартып жүргеніміз бар. Енді барлығы жақсы, бізде таныстық жалғасады. Жақсы кездесулер болсын. Жарай ма?